Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгін кезекті жүректен қозғайық жобасының тікелей эфиріндегі шығарылымы. Бүгін бізде қонақта жазушы, журналист Бақтыгүл Аудановамен бізде сұхбат жүргізгелі отырмыз. Бізге қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіз, Бақтыгүл дейміз. Бақтыгүл Ауданова бойынша кішкене мәлімет бере кетсек, өмірбаяны бойынша қысқаша. Бақтыгүл Ауданова 1980 жылы Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданында дүниеге келген. Қазіргі Өзбек Әлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің филология факультетін аяқтаған. Аудандық, облыстық әдеби байқаулардың жүлдегері. Ақын Әлбек Мейірбеков атындағы медальдің иегері. Әңгімелері Ақшағала жырлары ақын жазушылар жинағына енген. Бүгінде қаламгер Оңтүстік Қазақстан газетінде журналистік қызмет атқарады. Енді біздің Бақтыгүл қаламгердің Пештің самалы кітабы ай толғатып жатқанда прозалық жинақтары мен адамның қадірі аударма кітаптарының авторы. Жазушының прозалық шығармалары шынайылығымен, өмір шындығы боямасыз баяндалуымен ерекшеленеді. Енді Бақтыгүл, өзіңіз табиғаты сұлу Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген екенсіз. Алайда туындыларыңызды оқып қарағанда оңтүстік өңірі көбіне және оның аптап, ыстығы, мақта шаруашылығы, оның бейнет кешкен адамдарын көргендей болды. Енді осы алдымен әңгімемізді осы жайттен бастаса, яғни өзіңізді өскен, туған жеріңіз, ортаңыз туралы оқырмандарға хабардар бере кетсеңіз. Жасы адамның болашақ қандай болуы, қандай қасиеттерге ие болуы бәрі балалық шақта көрген білген жайттардан құралады ғой. Жақсы, өзіңізде балалық шағыңыз онда жетісай өңірінде өтсе, онда өзіміздің оңтүстік өңірін тумас деуімізге де болады екен. Енді Бақтыгүл ең алдымен оқырман қолға кітап ұстаған кезде әрине оның назар аударатыны сыртқы мұқабасы дейміз ғой. Мені қызықтырғаны оқырман ретінде сіздің кітаптарыңыздың атаулары. Міне мына жерде алдымызда жатыр, ай толғатып жатқанда деп әдемі атау қойған екенсіз. Оқырмандарға да көрсетіп қояйық. Және бұның дизайны да әдемі, өзіне сай болып тұрғаны бізге ұнап тұр. Және Пештің самал деп қойған екенсіз. Қандай әдемі атау. Пештің самал десе, атауының өзі оқырманды бір қол бұлғап шақыратындай болған сезімде болдық мынаны көріп. Ішінің қызықтығы өз алдына әрине. Үшіншісі, қазір кезеңде әрине сізден, жазушылардан, қаламгерлерден өткен психолог жоқ қой. Қазір қатыгезденген қоғам дейміз ғой қазір. Ол рас, шынайы, ақиқат ол адамның жанының қатыгезденіп бара жатқаны.
оның бәрі әрине айтамыз мына рухани жағымыздан әлсіреп бара жатқанымызды көрсеткендей. Міне осы кезде бізде ең бірінші орынға адамның қадірі, мына ортада, қоғамдағы адам қадірі, адами құндылықтар қазір сақталып жатыр ма? Міне сол өзекті мәселені көтереді екен мынау адамның қадірі деп аталатын туындылар. Енді осы Бақтыгүл, осы атаулар сырына келсек, өзіңіз осыларды қалай қойдыңыз дегендей, осының кішкене құпиясымен бөліссек. Енді атауын қою ол кәдімгі баланың атын қойған сияқты ғой, оңай емес. Дегенмен ең алғашқы кітабым ол пештің самалы. Мұнда өзімнің новеллаларым, жас кезде жазған дүниелер. Біз байқап отырсам, бұрынғы мың адамдары, біздің әжелеріміз кез келген нәрсеге бір әдемі атау берген, кез келген нәрсені бір әдемі сипаттаған. Мысал үшін, бала кезімізде әжем, енді жетісайдың жазы өте ыстық қой, сондай кезде бір ада-санда бір салқын жел соғып қалса, пештің самалы келді, пештің желі келді деп отыратын, пештен соққан самал деп. Сонда кәдімгідей сол бір аптап ыстықта бір желпіп өткен жаңағы самалдың өзі, желдің өзі бір жанын бір рахатқа бөледі. Міне соны, сол атауды, сол бір сипаттауды бүгінде айтпаймыз. Соны мен өзім мысалы үшін естіп өстім бала кезімнен, бірақ соны бүгінде менің қолданысымда, тілдік қолданысымда, менің лексиконымда ол сөз жоқ, мен айтпаймын. Бірақ сол бір еске түскен кезде неге соны қолданбаймыз? Мысалы үшін сәске деген сөзді бүгінде қолданбаймыз. Бұның барлығы біздің тіліміздің жылдан жылға жұтаңдап бара жатқаны. Ал енді пештің самалы дегеннің ішінде кішкентай бір новелла бар, жаңа махаббат туралы. Бұл енді алғашқы кітабым болғасын, онда көбіне махаббат жайлы новеллалар жинақталған. Пештің самалы деген кішкентай ғана новелла, оның жазылуының өзінде үлкен мән бар. Біздің қыздарымыз шетелдік жігіттерге көбірек тұрмысқа шығып кетті. Міне сол кезде соған бір кішкене болсын тосқауыл болса екен, қыздарға кішкене бір ой салса екен деп, осы кішкентай новеллаларын жазып едім. Әрине оқырмандар өздері оқып, бұл кітап 3 рет басылды, оқырмандардан жақсы сұраныс болды. Енді сіздердің де жас оқырмандарыңызды оқыған кезде кішкене болсын ойланса, нақтай болса, оларға бір ой қосып, олардың өз ұлтын, өз ұлттық дәстүрлерін, құндылықтарды сақтауға, ұлтты сүюге үйретсе, мен өте қуанышты болар едім. Ал екінші ай толғатып жатқанда деген кітабым, бұның ішінде хикаялар бар, әңгімелер бар. Бұл енді кішкене толысыңқырап, кейінгі кезде жазылған дүние. Ай туады дейміз, ай туды дейміз, ай толды дейміз. Ал енді туған ай неге толғатпайды деген ой менің бала кезімнен жүретін. Сонда ай туардан алдын 2-3 күн өлер ашақ болады ғой. Міне сол кезде ай толғатады деп мен өзім солай бір пайымдай тұғым. Міне сол бір ойдан, сол бір пайымнан туған атау дегенмен мұнда жаңа өзіңіз айтқанша Мақтаарал Мырзашөл өңірінің еңбеккерлерінің Мұхтар Егеби Зиханның өмірі. Ондағы жастар, жас кезімізде Мақта даласында көбінесе жастар жұмыс істейді. Студент кезде мақта теруге баратын. Ал қазір Мақта даласында жастар көрмейміз. Жастың барлығы қалада даяшы, жігіттеріміз, құрылысшы, ауылда қарапайым еңбекке сүйетін жас қалмайды. Міне осы Мақта даласында да бір махаббаттың бар екенін, онда да жастық шақтың бар екенін жазғым келген. Дәл соны жастарымыз оқыса, ауылда да жастық өмір бар екенін, қарапайым еңбектің де өзінің бір ләззаты болатынын, ол жерде де ауылда да махаббат болады. Мынау мақта егілген жүйек арасында өзінің бір қызықтары болады деген сияқты дүниелерді мен жастарға жеткізсем деген оймен жазылып еді. Ал адамның қадірі
Адамның қадірі бұл Асқар Мұхтар деген жазушының Әлем балалары деген кітабынан аударылған, толықтай аударылған кітап. Бұл жасөспірім сіздердің кітапханаларыңызға өте қажетті кітап деп ойлаймын. Жасөспірімдерге арналған кітап. Менің өзімді әдебиетке алып келген дәл осы кітап. Сол себепті де көп жастарға ой салса, әсіресе балаларға, жасөспірімдерге ой салса деген себепті аудардым. Бұл жерде кәдімгі адамның қадірін ұқтырады, отанның қадірін ұқтырады, уақыттың қадірін, тіпті керек болса тыныштықтың, бейбітшіліктің қадірін ұғындыратын әңгімелер өте көп. Жасөспірімдерге өте қажетті. Жақсы, Бақтыгүл, толықтай біздің оқырмандар танысты деп ойлаймыз. Енді бұның кітаптың жаңада айттық сырты өзі шақырып тұрғандай әдемі түсіндірілді. Енді мынау Бақтыгүл көп әңгімелеріңізде сезімнің нәзік толқыныстары, өткенге, жастық шаққа деген сағыныш, бүгінгі мынау қатыгездеу қоғаммен ұстастырыла суреттелетінін байқадық. Атап айтатын болсақ, мына бос қараған, атының өзі әдемі, бос қараған деген әңгімеңіз, сіз мені сағындыңыз ба деген әңгіме, аппақ түн, қош бол Валентина, бос қарағанда айтты, және ай толғатып жатқанда деген хикаяттарымыз бар екен. Мынау көпшілігі оқып отырып байқағанымыз жаңағы жастық шаққа деген сағыныштың сағына оранып жазылған дүниелер секілді. Сосын мынау шығарма негізі оқырман сыртқы несімен танысқаннан кейін сыртқы фонменен ішін ашады ғой. Не сол кезде бірінші әрине әңгіме атауы көзге түседі, одан кейін барып әңгіменің басталуы. Сол басталуы керемет, жақсы оқырман көңілінен шықса, ардағай иіріміне тартып кететін өзінің бір сиқыры болады ғой. Міне сондай әңгімелерді байқағандай болды. Және шығарманың басталуымен қоса шығарма соңғы фразалары бір қатты ұнады бізге. Содан кішкене оқырмандарға үзінді келтіре кетейік. Әдеттегідей айда жоқ толғатып жатыр, сізді еске түсіреді, сіз де мені еске алып жүрсіз бе? Міне осылай аяқталады ай толғатып жатқанда деген әңгімеңіз. Келесі, бүгін түсіме еніпсіз, ойландыңыз ба екен, сағынған боларсыз, менде. Бұл сіз мені сағындыңыз ба деген әңгіменің аяқталуы. Бұл өзіңе деген сағыныш па, әлде мынау өкініш пе? Осы жағына барсақ. Оның барлығы енді жастық шақта жазылған дүниелер ғой. Дегенмен адам сағынышсыз өмір сүре алмайды. Жас кезде өткен күндерімізді сағынамыз, жанымызда жүрген адамдарды сағынамыз. Жасымыз ұлғайған сайын сол кезінде қадірін білмеген балалықты, жастықты сағынамыз. Жүрегінде сағыныш жоқ адам жоқ. Егер бар болатын болса, ол адамда мүлде жүрек жоқ деп айта алады. Енді мұның барлығы да жаңағы жазушының немесе ақынның жайдан жай болмайды ғой. Кейбір нәрселер жүрекке әсер етеді, кейбір нәрселер көңілге әсер етеді, содан туған дүниелер. Бұл бәлкім өзімді сағынғаным, бәлкім жас кезді сағынғаным шығар. Дегенмен жастардың ойындағысын тауып жазу, жастарды оқытатын, жастарға қызықты дүниені жазу себепті оның бәрі жазылды. Ал егер осындай бір әдемі сөздер, сағыныш, махаббат болмаса, ол жастарға жазылған емес. Өйткені көбінесе техникалық жазылған кезде ол сезімді тербемейді. Ал оқыған дүние бір сезімді тербеп, оған да бір ой салып, оны да бір сағыныштың балына батырмаса, онда жазушының өз деңгейінде жазылмаған деп ойлаймын. Жақсы, мынау жаңа дұрыс айтып отырсыз. Әрине, мынау жастыққа шаққа тән романтикалық сезім дейміз ғой. Төлеген Айбергенов айтады ғой. Қажет жеріңде қатыгездік пен қаталдық керек десек те, адамның молылығын сен сағынышымен есепте деген.
ол сағыныш лейтмотив болып жүргенін байқалады. Әдемі, бұл да бір оқырманды тартатын көркемдік деталь ретінде бізді қызықтырды. Әрине мынау бала кездегі балаң сезім дейміз, кішкене ұяң сезім дейміз, іңкәр сезім дейміз. Міне соның әдемі бір суреттелген құрметті оқырмандардан келсек, әрине мынау ортада осы қазақ елінің ортасы дейміз, қоғам дейміз, сода өмір сүріп жатқаннан кейін одағы кейбір жағдаяттар, яғни адамды толғандыратын, қоғамды толғандыратын актуальды мәселелер дейміз, солар жазушы оған әрине бейжай қарамайды. Оны мынау сіздің шығармадан да байқадық. Сол айтайын дегеніміз жазушы және қоғам деген мәселе тұрғысынан келсек, сіздің желтоқсанның құпия құрбаны, құм жасырған тағдырлар, қиянат, аудан ши, сатылған сана әңгімелеріңізді оқып өте қатты ой салды. Шын мәнінде көркемдік әдебиетте көркемдік жүреді дегенмен де шет қарны ақтарған, қан жыны араласқан дейміз ба, шындықтың сондай көрінісін байқағандай болдық. Жүректі де қозғалысқа салып, жанымызды да түршіктіріп жіберді. Әсіресе мына желтоқсанның құпия құрбаны деген әңгімеңіз, сосын мынау сатылған сана деген әңгіме. Міне айтайын дегеніміз, осындағы авторлық позиция тұрғысынан келсек, осымен не айтпақшы болдыңыз деген сұрағымыз бар еді. Енді өз атауларынан да, ішіндегі мағынасынан да білініп тұр. Бұл біздің қоғам қаншалықты өкінішті болмасын, қаншалықты ауыр болмасын, бұл кәдімгі біздің өміріміз, біздің қоғам. Бұл жерде ешқандай бір қоспа жоқ, бұл жерде ешқандай бір жазушы қиялынан туған дүние жоқ. Бұл кәдімгі менің өзім не көрдім, сол нәрсе. Мысал үшін, желтоқсан құпия құрбаны, бұл шындық. Желтоқсан туралы көп нәрсені бет ашылған жоқ. Құм жасырған тағдырлар, бұл да шындық. Бізді құмда қанша балалардың тағдыры өтіп жатыр, оны білмейміз. Бәлкім қазір жоқ шығар, бірақ бұл дүниенің жазылғанына да 10 жылдан асып қалды. Ол кезде тіпті мен өзім ең алғаш естігенде өте таң қалған, өте жүрегім ауырған, бірақ қолдан келетін қайран жоқ. Бұл кәдімгі өзім көрген дүние, өзім басымнан өткен дүние. Бұны енді кейіпкерлерде ортамызда қаншалықты ашу болмасын, бұны тіпті жазған кезімде кейбір өзімнің жақын қаламгер достарым бұны жарияламай қой, өзіңе қиын болады, өзіңе жаңағы кесіріктер, өзің жолыңды жауып аласың дегендер де болды. Бірақ бұл шындық, бұны жасырудың өзі мүмкін емес, жасыруға болмайды. Егер біз сондай дүниелерді көріп отырып, ешқандай үн қата алмасақ, мейлі ашық, жаңа көкірегіміз керіп, қарсылық білдірмегенмен, жазушы ретінде ең құрғанда оқырманға ой салатындай бірдеңе жазып қалдырмаса, онда біздің кім болғанымыз. Қиянатта, одан кейін аудан шейіт те бұл енді біздің ата-бабаларымыздың басында болған дүние. Сатылған сананың де кейіпкері бар. Өмірде бар адам, өмірде болған оқиғалар. Жалпы менің бір өзімнің бір қасиетім, мен болмаған нәрсені ойдан тоқып жаза алмаймын. Мен көрем, жүрегіме әсер етеді, сол нәрсені ғана жаза аламын. Ал бірақ ойдан тоқып, ойдан шығарып әңгіме немесе жаңағы дүние мүлде жаза алмаймын. Жақсы, мынау жаңа сатылған сананы айтып қалдыңыз ғой, мынау коронавирус кез басымыздан өтті ғой, сол кездегі нәубет есімізге түсті. Қаншама қазақтың мықты танымал азаматтар кетіп қалды, Есенғали Раушан деген ағамыз да кетіп қалды. Сол сатылған сананы оқып өзімнің жылағым келді, сол кездегі еске түсті. Коронавируспен өзіміз де ауырдық, қаншама айлар басқа әлемде жүргендей болдық. Міне соны жазып, суреткер ретінде оқырман жүрегіне жеткізгеніңіз үшін сізге көп рахмет айтамыз. Әрине, мынау алдыңғы әдемі нелерді айтып қалдық қой.
лиризмді танып тұрғаннан кейін мынау суровый реализм дейміз ғой, реализм дейміз. Сондайды да мына жазушының қолынан келеді екен ғой деген ойға қалдық. Бұл әрине талант деген керемет қасиетке апаратын көздер ғой, бастаулар ғой. Енді мынау сәл сіздің шығармаңыздан шықсақ, қайтып ораламыз сізге. Мынау бір ел бір кітап деген жылда жарияланады. Әрине қаламгер болған екен, құлақ түре жүресіздер деп ойлаймын оғанда. Биыл бізге кереметтей классик ақын жазушылар енді республикалық бір ел бір кітап акциясына. Ол мынау біздің гимніміздің авторы Жұмекен Нәжімеденов, философ ақын дейміз. Әрине прозаик ретінде де кереметтей дүниелері бар, білеміз, Дақпыр танк пен Дақпыр, Кішкентай, осындай шығармалары бар кереметтей. Одан кейін ол өзі күйші де ғой, Жұмекеннің өзі. Мен Жұмекен бойынша кереметтей әңгімелер айтуға болады. Жұмекен Нәжімеденов бойынша терең тұлға. Одан кейін өзіміздің Созақ өңірінен шыққан Тәкен Әлімқұлов, классик жазушымыз, әсіресе оның әңгімелері мындай мынау өнер адамның ортасына сыймай жүрген суреттейтін, кез келген көк қаршыға болсын, кейсім болсын, абайға арналған, саржайлау болсын, тағы сол сияқты әңгімелері оқырманды кереметтей тереңіне баулиды. Өзінің қара ой Махамбетке арналған. Мен сондай қызық дүниелер әкелген Тәкеннің Абайдың жұмбағы деген керемет зерттеу еңбегі. Ең білімділігі керемет болған ғой. Мына осы туындылары бойынша өзіңіз не айтар едіңіз оқырманға? Бір кішкене насихаттай жіберсек деген мақсат қой біздікі. Жұмекен Нәжімеденов туралы көп айтуға болады, бірақ нәрсе айтуға болады. Оның бір өлеңінің өзі арнап жазылмай-ақ бір елдің әнұранына айналып отыр. Мемлекетіміздің әнұран дегенді арнайы жазады, 4-5 автор қосылып жазады мысалы үшін. Бірақ оның осы бір өлеңі біздің мемлекетіміздің, біздің ұлтымыздың әнұранына айналып отыр. Осыдан Жұмекеннің қаншалықты ұлылығын байқауға болады. Оның өлеңдерінде байқасаңыз өте қарапайым, бірақ сол қарапайымдылықпен бірге сізге бір намысыңызды қозғап, сондай бір ожданыңызды оятып жібереді. Оның өлеңін сыртқы пафос жоқ та, сыртына бір бейнелеу, бір пафосқа берілу жоқ, бірақ оқып отырып өзіңізден өзіңіз бір рухтанасыз, өзіңізден өзіңіз бір жаңағы өте ерекше сезімде боласыз. Ал енді Тәкен Әлімқұловты мен ойлаймын, біздің жастарға әсіресе көбірек оқыту керек деп ойлаймын. Өйткені біз мысалы үшін күй тыңдамаймыз. Шыны керек, жастарымыз күй тыңдамайды. Белгілі бір ішінде бар шығар, бірақ 70-80% жастарымыз күйді түсінбейді. Жас емес тіпті біздің өзіміз де түсінбейміз. Мысалы үшін мен өзім де түсінбей тұрмын. Бірақ мен Өтеш Қырғызбаев деген жазушы ағамыз бар ғой, сол кісінің ықылас туралы жазған томдығын оқыдым да, мен сол кезде күйді түсіндім. Мен мысалы үшін қобыз аспабын онша ұнатпайтынмын. Мен жалпы тарихты ұнатпаймын, тарихи романдарды оқи алмаймын. Ол бір мен жаным нәзік па, білмеймін, атыс, шабыс, әсіресе өзімнің ұлтымның сондай бір қуғынға, сондай бір шапқыншылыққа ұшырағаны жанымда отыр. Сол себепті мен тарихи романдарды оқи алмаймын. Қанша оқығым келсе де оқи алмаймын. Мен өте тарихты да мүлде оқи алмаймын. Сол себепті мен де мына қобыздың дауысын тыңдай алмайтынмын. Өйткені сондай бір күңіренген дауысының өзі енді өте қиын ғой қобыздың. Ал Өтеш Қырғызбаевты оқыған кезде мен кәдімгі қобыз аспабын, оның үнін, кәдімгі сөзден мен оның үнін тыңдап отырдым. Сүгір туралысын оқыдым да кәдімгі мен күйді ұнаттым. Міне көрдіңіз бе, жазушының құдіреті, жазудың құдіреті, сөздің құдіреті деген осы. Ал енді мынау Тәкен Әлімқұлов ағамыз да күйшісінің өзі қандай тәттімбетті кәдімгі сөзбен жеткізеді. Сол себепті көбірек дәл осындай шығармаларды оқыту арқылы біз жастарды жаңағы өзіміздің
ұлттық мәдениетімізге, ұлттық өнерімізге, оның ішінде онша тыңдала бермейтін күй өнеріне деген махаббаттарын ашамыз деп ойлаймын. Мен мүмкін мен жаңа музыкант болмағаннан кейін шығар жаңағы сөз арқылы күйді ұғынғаным, сөз арқылы күйді түсінгенім, сөз арқылы күйді жақсы көргенім үшін деп ойлаймын. Ал енді біздің де сондай жастарымыз болуы мүмкін. Біздің де оқырмандар арасында сондай бір күйді тыңдап түсінбей, сөз арқылы түсінуі мүмкін оқырмандарымыз болуы мүмкін. Сол себепті бұл кісілер мен өзім өте қуандым. Әсіресе Тәкен Әлімқұловты осындай бір ел бір кітап жобасына еніп насихатталатын болған үшін, өйткені оны оқу арқылы мынау күй деген біздің өзіміздің ұлттық құндылығымызды танимыз, қабылдаймыз, сүйеміз. Өйткені сөзбен сөйлесіп, мен өзімді солай қабылдадым. Мен күйді, қобызды, оның даусын ұнатпағаным, мен құлақ беріп тыңдап қабылдай алмайды екенмін. Мен өзімнің салама сәйкес сөз арқылы оқып қабылдайды екенмін. Мен сондай екенмін ғой деп, мен сол кезде өзім түсіндім. Және содан кейін мен қобыздың күнін кәдімгідей жақсы көрдім. Да, мен сияқты оқырмандар болуы мүмкін деген ой менде. Сол себепті ойлаймын, бұны оқу керек, міндетті түрде бұны насихаттау керек. Және сол арқылы, Тәкен Әлімқұлов арқылы біз күй өнерін насихаттаймыз, оны сүюге жастарға үйретуіміз мүмкін. Керемет. Мынау Созақ өңіріне бардым. Созаққа барсам күйшімін деп айтады ғой. Әрине өрлемді. Бару керек. Базарында күй ойналып тұрған талай байқадық. Бізде қыздар болды, сонымен барып қалдық қонаққа. Сонда базарына барсақ күй ойналып тұр. Ол кезде әлі тәуелсіздік енді алған кезең болған. Керемет, маған сондай бір қатты. Қазір енді білмедім, бірақ сол кездегі әсер әлі есімнен шықпайды. Яғни оқырмандарға айтамын, дұрыс айтып отырсыз, өте күшті байқап отырсыз. Мына сөздің энергиясы, сөздің магиясы дейміз ғой. Мына сөз құдіреті деген осындай сөз өнерінен күй өнерінің сырын ұғындыртып отырған. Одан кейін Тәкеннің әңгімелері шын мәнінде Жұмекен өнді өзі керемет күйші болған. Туған жерім, Теміртасық деген жинақтарынан байқауға болады. Домбыра туралы, күй туралы көбірек жазады. Одан бөлек мына Тәкенде әңгімелерден байқап тұрсақ, шертпе күйдің шертісін байқағандай боламыз. Сондай сиқыры бар Тәкен әңгімелер. Бүгін оқырмандарымызды Тәкеннің осындай кереметтей шоқтығы биі әңгімелерін оқуға, Жұмекен Нәжімеденовтың философиялық ойы терең өлеңдерінен прозасын оқуға шақырамыз. Енді қайтадан өзіңіздің шығармашылығыңызға ойыссақ дейміз. Бақытгүл, кішкентай деталь деп жатамыз. Әңгімелердің ішінде бір кішкентай ғана әңгіме бар екен, иіс деп аталатын. Өзі бір қарапайым ғана әңгіме, бірақ ананың оқырманға тастар ойы өте терең екендігін байқадық. Енді осы иістің маған бір басталуы өте қызық болды. Басталуының өзі біздің классик әңгіме шебері дейміз ғой. Бейімбеттің жаңағы стилін еске түсіргендей болды. Соны оқып жіберейік оқырманға. Қап-қара сөмкесі жарқырап кіріп келді. Бөлменің ішін бош иіс ала жөнелді деп басталатын қысқа әңгіме, жаңа айттық қой, Бейімбетті еске түсірді деп. Сосын кейінгі аяқталуы жай ғана күрсінді. Енді білініп келе жатқан ішінен көзін тайдырып әкетті. Кімнің бақыттырақ екенін білгісі келгендей, терезеден суық леппен сынып сәуле сығалайды деп аяқталады әңгіме. Әрине бұның негізгі кейіпкері өте сәнді, өте сұлу дейміз. Малынып киінген деуге де болады, жағдайы өте жоғары, бірақ жалғыз басты әйел тағдыры сөз болады екен. Осы тұрғыдан келсе, өзіңіз 4 баланың анасысыз, осы қазіргі қоғамда алаңдатарлық жағдайға айналып отыр. Бұл жалғыз басты қыз бала мен әйел балаларының көбеюі. Осы жөнінде не айтар едіңіз? Өлең деген тумайды жайшылықта деп. Сол сияқты бұл енді қоғамның бір мәселесі. Қазір қыздарымыз тұрмысқа шыққысы келмейді.
жағдайын жасап, өзінің еркімен жүріп, карьерасын жасап алғысы келеді. міне соларды ойлаған кезде туған дүние еді. Мысалы үшін сен 50-60 жаста да бай болуың мүмкін, бірақ 50-60 жаста балалы бола алмайсың. Ал бала сенің болашағың, сенің инвестицияң, ертеңгі сенің арқа сүйерің. Адам енді бәрібір жасын өтеді, қартаясын, сол кезде сүйенетін тірек керек қой. Жастықпен оны кейде қазіргі жастарымыз, бәріміз де жас болдық. Жас кезде оны ойламайсың, мәңгі жас болып тұратындай, мына өмір өтпейтіндей, әлі бір ұзақ жол бар сияқты болып көрінеді. Бірақ ата-бабаларымыз бекер айтқан ғой, өмірдің қамшының сабындай деп. Дем де өтіп кетеді, көзді ашып жұмғанша қас пен көздің арасында деп ата-бабаларымыз керемет теңеулер теңеп тастаған. Соның бәрін ескере келе адамның бақытты бала, бақытты отбасы, Алланың өзі жұп қылып жаратқан. Міне осының бәрін ақылдан өткізіп, ақыл таразысын салып, бетіңнің қызыл кезінде деп әжелеріміз айтатын еді ғой, сол сияқты жас кезде өзінің теңін, қыз баланың өзінің теңін тапқаны жақсы. Өйткені табиғаттың заңдылығы бар, шариғат бар, ұлттық өзіміздің менталитетіміз бар. Осының бәрін сайып келгенде отбасы деген әдемі теңеу, әдемі бір дүние, ол саған ғана қажет. Осыны ойлаған кезде осы бір дүние туды, жанымызға көп жарқырап, жағдайын жасап алған қыздар әдемі болып жүреді. Оны көріп, мысалы үшін жас отбасы әлі айлығы шайлығына жетпей, аяғына тік тұрған жоқ. Сондай келіншектеріміз кейде әсіресе бүгінде өте көп жағдай болмай қалса қынжылады. Неге тұрмысқа шықтым, не үшін мынандай болып жүрмін? Ал салыстырмалы түрде менің айтқым келген, иә, ол әдемі, иісі әдемі, сондай бір бренд духи келді, бірақ оны иіскейтін кім бар? Осы нәрсе айтқым келді. Бақтыгүл осыны тағы жалғастыратын дүниелері бар екен, әңгімелер. Бұл әрине, мынау өзіміз әйел баласы болғаннан кейін әрине онда толғантпай қоймайды. Сіздің Пәкиза, қашып жүрмін, аппақ күн, мұңлы келіншек, соңғы кітаптың кейіпкері деген әңгімелеріңіз бар екен. Сол әңгімелеріңізде адасып жүрген қыз бала тағдыры, немесе әйелдер тағдыры суреттеліпті. Кей қыз тағдырына байланысты оны сарынды да байқадық. Бұл әрине, салыстырамыз ғой әрине. Сізден басқа кімдер бұндай жаңағыдайды кейіпкер етіп алды деген сұрақта туындайды оқып жатқан кезде, бұл біздің есімізге Нұрғали Оразды еске түсірді. Нұрғали Оразды өзіңіз білесіз, әдемі осындай лирикалық туындыларыменен белгілі жазушы. Соның бақ құсы аяқталмаған ертегі деген әңгімесін кезінде талдаған ем. Соның жаңағы оқиға, сол оқиғаның сюжеттерінде еске түсірді. Енді осы әңгімелерді оқыған кезде әрине бүгінгі қоғамның жаңа шет-жағасы айтылып қалды ғой. Ащы шындығын көргендей боламыз, көріп те жүрміз, куәда болып жүрміз. Және осы әңгімелерді сұрақ жаңағы келеді, енді не түрткі болды деген сұрақ қой біздің. Енді қазір қоғамның өзі екіге жарылып, әйел және еркек дегенде, әйелдер ер азаматтар кінәлі, ер азаматтар әйелдер кінәлі. Адами фактор болған соң бір жақты біреуін кінәлай алмаймыз. Ол жерде бәріміздің кінәміз бар деп айтуға болады. Кез келгені, мысалы үшін Пәкиза, ондай қыздарымыз да бар. Мұңлы келіншек, ондай қыздарымыз да бар. Бірі аяқ астынан бүлініп, басына ауыр қайғы түсіп, қай жаққа шығарын білмей жүрген қыз келіншектеріміз қаншама. Сонымен бірге тағы қандай соңғы кітаптың кейіпкері, бұл да ащы да болса шындық. Өйткені әсіресе мынау өнерде жүрген қыздар, шығармашылықта жүрген қыздардың басына ондай көбірек түседі.
бұл айтылып та жүр, жазылып та жүр. Бұл бірінші жазылған әңгіме емес, немесе бірінші айтылған дүние емес. Бұған дейін де талай жазып кеткен. Бұл қоғам болғасын, оның ішінде бұның барлығы бар. Бірақ әр жазушы өз көкірек көз арқылы келіп отыр. Әр жазушы өзінің көрген дүниесін жазады, немесе сезінген дүниесін жазады. Бұл қоғамдағы жайттар, болып өткен жайттар, болып жатқан жайттар. Және осының барлығы жазушы жүрегінен өтіп, оқырманға, сол адасып жүрген жандарға бір ой салса екен деген оймен ғана жазылады. Рахмет, мынау қыздарға ой салатын осындай әңгімелер, тамаша әңгіме жазғаныңызға үлкен рахмет дейміз. Мынау жаңағы енді тағдыр ғой, тағдырға сыйамыз. Енді адасқанмен де адаса жүріп бақытын табуға да құқылы ғой. Әйел баласына қатысты айтып жатқаным ғой, қыз баласына. Міне сондай адамға мотивация беретін сарынды да байқадық. Сол үшін көптен көп жаңағы алғыс айтқымыз келеді осындай әңгіме жазғаныңызға. Енді мынау әрине мынаулар суреткер болғаннан кейін сын деген мәселе бар. Бүтін әдебиет әлемінде жүргеннен кейін міндетті түрде сын деген жүру керек сияқты. Осы өзіңіздің жаңа алғы сөздерінен байқап қалдым. Захарден Қыстаубаев жазушы алғы сөз жазған екен. Әрине жақсы мақтаулары да бар. Одан кейін Момбек Әбдіәкімұлы да жазған екен. Одан басқа бір сізге осы сын пікір білдірген қаламгер суреткерлерден болды ма, мына сыншылардан? Одан кейін жалпы әдеби сынға қалай қарайсыз? Сынды жалпы қалай қабылдайсыз? Сосын мынау адамның өз-өзіне деген сыны болады ғой. Сол жағы қалай дегенде, мына шығармалардан да байқап тұрмыз. Асыра сілтеушілік, әсіре суреттеушілікті байқамадым. Нақ. Сосын мына шымыр сюжет дейміз ғой, композиция дейміз. Солардың бәрін байқадық, дегенмен де өз аузыңыздан естісек. Енді сын деген ең бірінші адам өзінің ішкі бір жеке таразысы болу керек. Мен ойлаймын, кез келген жазушы, ақын болсын, өнер адам болсын, ең алдымен өзіне өзі сыншы. Мен өзім осылай қараймын, өзіме қатал қараймын. Бір дүние жазғаннан кейін ұзақ шығармай жүремін, оны қайта қараймын. Кейде қаламгерлердің арасында бұны кейбіреулер қызғаншақ дейді. Мен олай ойламаймын. Мен өзіме қатты сыни көзбен қараймын. Одан кейін менің ең бірінші сыншым өзімнің жолдасым, ол да журналист, Аман Жайымбетов. Ең бірінші оқырманым да сол, ең бірінші сол кісіге оқытам, ең бірінші пікір айтатын адамым да сол. Одан кейін енді былай қатты сынаған сыншы болған жоқ. Дегенмен Захардин аға Қыстаубаев біздің бүгінгі таңда классик жазушы деп айта аламын, ол кісіні ұстазым деп те айта аламын. Көп уақыт көрген Захардин ағамыз. Енді мен жеке кітаптарымды редактордың алдынан өткізбеген, өзім дайындап, өзім жалпы енді шама шарқым келгенше өзім жазып, өзім редакторлық етіп, өзім шығарған кітаптар былай біреуге өңдеті бұндай болмаған. Тек қана шығарудан алдын Захардин ағаға бір оқытып, ол кісінің пікірін білдім, қалай ағамен жазу дұрыс па, мүмкін жазбай қойғаным дұрыс па деген секілді. Ол кісі ең алғаш енді студент кезде ғой, жасалышқа сол кездерде 2000 жылдарға керемет шығатын еді. Сол кезде әңгімелерін жіберген кезде мен ол кезде Захардин Қыстаубаевтың өте білмеймін деп, бірақ кейіннен танысып, осы шымкентке келіп танысқаннан кейін ол кісі айтып жатыр, иә, мен сені танимын, жасалыштан танимын сені, сенің шығармаларыңды газетке беретін едім. Ол кезде ол кісі жасалышта жауапты хатшы ма сонда жұмыс істеген. Сол кезде танимын сені деген кезде мен өзім қуанып кеттім. Егер лайықты болмасам жасалышқа шықпайтын еді ғой деп сол кезде мен өзіме кішкене бір сенім болды. Енді фейсбукқа шыққан дүнием болсын, сайтта, басқа
облыстық газеттер, басқа облыстардың газеттері бүкілі жариялап жатады. Оның бірін білемін, бірін білмеймін, кейін бір гуглдан көріп қаламын. Жаңағы желтоқсан құпия құрбаны деген бүкіл Қазақстан, бүкіл облыстарының газеттеріне шықты деп ойлаймын. 2 жыл айналды. Сондай ізді де бірнеше сайттар басты, сайттарда басылады әсіресе. Бүгінде енді барлығы сайт қой. Сол себепті де ең бірінші сыншы өзімнің, одан кейін мен сынды өте жақсы қабылдаймын. Қазір көбісі сынды қабылдай алмайды жастар деп жастарға кінә артып жатыр. Бірақ енді мен өзім қабылдаймын. Қуанамын, өйткені сын деген сенің кемшілігіңді айтып береді ғой. Және сол жермен жұмыс істеу керек деген сөз. Ал енді оны білмесең сен қалай өсесің? Сын деген адамды өсіреді деп ойлаймын өз басым. Жақсы, мынау сын деп ақыры сынға барып қалдық. Захарден Қыстаубаевты білеміз, Алматының ақ жауына деген алғаш шыққан 97 жылдарда басылған. Сол арқылы таныспыз ағамен. Сосын дейінгі сүйріктің махаббаты керемет. Жақсы, Захарден ағайдан өткен сыншы жоқ деп ойлаймын өзім. Әрі сыншы ол кісі шын мәнінде. Оның шинелінен өткен кез келген қаламгер шынында ол нағыз қаламгер ау деп сондай не қабылдап отырық шешім. Енді мынау сыннан айтайын деген құм басқан тағдырлардағы барлығын екі қайтарадан оқып шыққым келсін болады. Әсіресе мынау ертеректе оқығаным Пейіштің заманы. Содан кейін мынау хабарға байланысты тағы бір қайтара оқыдым. Нені байқамай қалдық деген зерттеушілік көзбенен ғой енді екінші сабақтай оқығам. Сонда мынау құм басқан тағдырлардағы кішкентай баланың трагедиясы бар ғой. Үйіне жете алмай қалған. Соның құм арасында қалдырып кетеді, анда төбесі көрініп тұрған үй деген. Сол бір жермен логикалық дәлел дейміз, психологиялық дәлел дейміз. Сол маған кішкене сенімсіздеу тудырды. Сосын кейін әйелін үстінен қалай қорлайды ғой әйелі өзінің жаңағы екінші сүйіктісін әкеп, жаңағы сал болып қалған күйеуінің бір үйде жаңағыдай сондай неге баруы да, сондай жағдайға баруы, сосын оны күндердің күнінде ақыры ызасы сыртқа шығып, кектеніп, балталап өлтіруінен кейінгі оның екінші Қазақстанда, ол Қарақалпақстанда болған оқиға, Қазақстанда жалғасады қойшылық өмірі. Мына осы жерлер сәл маған сенімсіздік туғызды да, мүмкін мен оқырман ретінде сын айтып жатқанымыз ғой енді, сол жерлері сәл маған дәлелдері жеткіліксіз болып қалған сияқты болды. Енді Бақтыгүл, мынау жақсы көрермендерден де оқырмандар. Сіз енді жаңа айтып отырмын ғой, мен болмаған дүниені жазбаймын, ойдан жазбаймын деп. Жаңағы кішкентай баланың адасып, шетінеп қалуы, қайтыс болуы, ол енді шын мәнінде болған жағдай, өте өкінішті. Мүмкін осы сіздердің каналдарыңыздан көріп, мүмкін ренжитін шығар маған, не үшін жаздым дейтін шығар. Бірақ енді болған дүние өте өкінішті. Енді біз көп нәрсені әсіресе осындай құмды жерде, құмдағы адамдармен сөйлесіп келгеннен кейін, сосын мен де сенбейтін едім. Қазір бізде малшы ауылдарда, малшанау осындай бір нелерде қандай адамдар жүргенін мысалы үшін біз білмейміз. Қанша адамдар жоғалып кетіп жатыр, олар қайда, оны да білмейміз. Олардың тағдыры қандай. Бізде жаңағы телевидениеда болып жататын ақиқат Дина Төлепберген жүргізеді. Соларда мысалы үшін қаншама мал бағып жүрген тағдыры қиын адамдар, қаншама тағдырларды ашып жатыр. Соның барлығы да адамның тағдыры, адамның факторы. Енді мен өзім Шардарада 7 жыл жұмыс істедім, Өскемен аудандық Өскемен газетінде жұмыс істедім, 7 жыл Шардарада тұрдым. Шардарада білесіз, құм, жазық, мал ауыл. Міне сол жақтың адамдарымен сөйлескен кезде неше түрлі тақырыптарды еститініміз. Сол жақсы, оған демек өмірде болғанның негізінде алған. Анау менде сол баланы неге үйіне жеткізіп салмады екен, құмар кішкентай бала деген сұрақтан шыққан нәрсе ғой енді.
бала мысалы үшін ата анасы құмда тұратындарды білеміз, бала шағасына жаққа ауылға келеді, мектепте оқиды, каникулда ғана барады. Міне сондай кезде барған бала ғой. Ол білмейді анақтан. Ол айдала жазық далада оң, сол, оңтүстік, солтүстік деген таба алмаймыз. Біз өзіміз таба алмаймыз. Егер сол жердің жаңағы сол жерде тұрып, сол жерде бақылап, сол жерде өмір сүретін адам болмаса, оны біздің өзіміз адасуымыз мүмкін. Ал енді ол кішкентай бала солай адасып кеткен. Жақсы, мынау Ахмет Байтұрсынов айтқан екен, сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы болуға керек. Міне осы біздің бүгінгі сұхбаттасып отқан қаламгерімізден табылғандай сезімде болып отырмыз. Енді Бақтыгүл, мынау оқырмандардан да сұрақ түскен екен, топтап оқып жіберейін бе, бөліп оқиын бе? Жарайды, топтап оқып жіберейік. Уақытымызда өз мәресіне таяп қалған сияқты. Сіздің ақындық жолыңыз қалай басталды? Ең алғашқы өлеңіңіз есіңізде ме дейді. Демек, сіз үшін шабыттың көзіне өлең жазуға не итермелейді дейді. Сіздің өлең жазатыныңыз байқап қойыпты ғой. Біз айтпай отырмыз, қай қазақ ақындарынан әсер алдыңыз немесе ұстаз тұттыңыз дейді. Келесі, өлең жазу кезінде алдымен ой келеме әлде сезім бе дейді. Келесі, алдағы уақытта қандай шығармашылық жоспарларыңыз бар? Жастарға, жас ақындарға қандай кеңес берер едіңіз? Қай тақырыпта жүрсеңіз, қай тақырыптар жүрегіңізге жақын дейді. Мысалы, махаббат, отан, ана, тағы. Осы бір топтап осыған жауап беріп кетіңіз. Енді мен ақын емеспін. Жас кезде жазған шығармыз, жаздық енді сол ойымызда сезім толқындар ойнаған кезде бір жаздық. Дегенмен өлеңді көп жазбаймын. Бүгінде мүлде жазбаймын. Әзірхандар Шайық ағамыздың сөзі бар ғой, жақсы ақын ол қолынан келмеді, жаман ақын болғым келмеді деген сияқты. Енді мен үшін шабыт бұл жылы сөз. Мен өзім біреуге қатты сөйлей алмайтын адаммын, және біреудің де маған қатты сөйлеген жүрегіме өте қатты тиеді. Сол себепті кез келген жылы сөзден шабыттанамын, кез келген бір әдемілікті көрсем шабыттанамын, кез келген бір сондай бір әдемі адамды жүзінен жаңағы күліп беріп тұрған бір жасты, әдемі күліп тұрған жасты көрсем де мен жастар туралы жазғым келіп, махаббат туралы жазғым келіп, сондай шабыт оянады. Қазір қарап отырсам, біздің жас қыздарымыз өте сұлу. Мен соған қуанамын. Сұлулық деген ол махаббаттан тұрады. Соған қарағанда бізде қазір сол күйеу мен әйелдің арасындағы, отбасындағы махаббат сондай бір әдемі деп ойлаймын қазіргі таңда. Қазіргі кішкентай қыздарымыз көрсеңіздерді өте сүйкімді. Мен соған қуанамын. Одан кейін қалай келдіңіз деген ба? Жаңа айтып кеттім ғой, осы Асқар Мұхтардың «Әлем балалары» деген кітабы. Мен 4-ші сыныпта осында 5-ші классқа көшкен кезде, ол кезде бізге жазумен кітап оқы деген тапсырма болушы еді ғой. Сондай бір осы кітап қолыма түсті, оқып, мен жазу арқылы адамның тағдырын өзгертуге, жазу арқылы өзімнің тағдырын өзгертуге болатын. Жазу арқылы бүкіл әлемді тануға және әлемге тануға болатынын мен сол кезде ұқтым. Осы бүгінде адамның қадірі болып аударма шығарып отырмын. Сол «Әлем балалары» деген кітап менің әдебиетке келуіме түрткі болды. Жақсы, мынау әдебиетті ең алдымен рухани кеңістікті қалыптастыратын дүние дейміз ғой. Рухани иммунитет дейміз қазір. Сосын мынау өзімізді қазіргі газет беттерін оқып жүретін шығарсыз, өзіңіз газеттесіз. Ашып қалсаң, жастардың, жас қаламгерлердің беріп жатқан сұхбаттары, әдебиеттанушы жас ғалымдар оқып отырамыз, қандай өзгерістер болып жатыр, жастар қандай жаңалықтар келіп жатыр екен деген қызық сұрақ қой бізді ойландыратын да. Яғни айтайын дегеніміз, мынау
өзіміздің ұлттық әдебиеттен, болсын әлем әдебиетінен, болсын мынау жас қаламгерлерден кімдерді оқып жүресіз, өзіңізге ұнайтын, жүрегіңізден шыққан солардың елең еткізерлік шығармаларын бөлісіп отырсаңыз оқырмандармен. Әлем әдебиетінен соңғы оқыған жаңағы Хамдан ғой, Нобель алды. Оны енді іздеп оқыдық қой. Қазақтан мен Сармеканы айтатын. Сарказммен өте күшті жазады. Біздің кәдімгі бүгінгі бет бейнемізді кәдімгідей жақтап ашып береді. Мен сол кісіге өте ризамын. Бақытгүл Сармекова деген қыз. Соны оқимын, үзбей оқимын, оны іздеп оқимын. Бізде енді тамаша жазатын Толқын деген қыз болды. Қайтыс болып кетті. Өте жақсы жазатын. Аябым бар. Жақсы жазады. Әлішер деген жігіт сол жігітті оқимын. Әлихан әлі оқыған жоқпын. Енді жаңа меценат түскен. Әлі оқыған жоқпын дегенмен жоспарымда сол жігітті оқып көрсем деген. Жастардың шығуы, әдебиетке келуі қуантады. Жас жазушыларды шынымен қаласында өзім іздеп жүремін. Көп жазушы азаматтарымызды. Жазушылыққа келетін жастар аз екен. Әсіресе 20-ға дейін кішкентай әңгіме, кішкентай новелла, кішкентай эссе жазатын жастарды танысаңыздар, бізді жіберсеңіздер. Өйткені біздің газеттер, біз енді облыстық газетте жұмыс істеймін ғой. Жастардан келмейді ешкім. Бұрын біз жазған дүниеміз әйтеуір шала болсын, қандай болсын газетке жіберетініміз. Газетке шықса қуанатын еді. Қазіргі жастарда ондай жоқ, мүмкін әлеуметтік желі газетті әлеуметтік желі нетіп кетті ғой жаңағы. Озып кетті ғой. Бірақ әлеуметтік желіден де мен жас жазушыларды көрмеймін. 20-ға дейінгі жазушыларды, 25-ге дейінгі жазушы емес, енді жазушылыққа талпынып жүрген жастарды мен көрмеймін. Жақсы. Жадыр Нартай деген есіңізге түспеді. Жадыр Нартай есіме түспеді. Жадыр Нартай, Әлішер деген жігіт бар, Әшім. Әлішер Әлімжан. Біздің Шымкенттің жастары. Олар енді танылып қалды ғой. Танылып қалды, әдеби орта біледі. Ал енді жаңа айтылған 20-ға дейін, 25-ге дейінгі жастар болса. Соңғы алдағы шығармашылық жылға түсіңізге түрткі болғанда айттыңыз ғой. Жазушылық жолды айттыңыз. Алдағы шығармашылық жоспарларыңызбен бөліссеңіз деген сұрақ келді оқырманнан. Енді қазір мен өзім шетелдік авторлар көбірек оқып жүрмін. Олармен әлем әдебиетінің біздің әдебиеттің айырмашылығы қандай? Біздің кенже қалуымыздың себебі неде? Дүниелерді зерттеп жүрмін. Сол себепті әзірге ештеңе жазып жүрген жоқпын. Осы бір дүниені зерттеп, өзіме түйіп, қорытынды жасап, біз әлем әдебиетіне қалай шығуымызға болады деген дүниені. Соны бір өзіме зерттеп қорытынды жасап, кейін болса жаңа шығармалар Айнұр Ахметова деген жас әдебиеттанушы ғалым бар. Осы телевидениеге де жиі шығатын, абайды көріп тұрасыз ғой. Өзімізді жібермейміз, сана не деген әдемі нелер бар, олар қанатқа жүргізетін әдебиет туралы хабарлар. Соларды уақытымыз жеткенше көріп тұрамыз. Айтайын дегенім, кешегі қазақ әдебиетінің жақындағы номерінде сіздің неге жауап әлем әдебиеті қазақ әдебиеті қапаста жатқан жоқ деген атпенен осы әдебиеттанушы жас ғалым Айнұр Ахметовадан сұхбатталыныпты. Сол жерде жаңағы қазақ әдебиеті қапаста жатқан жоқ деген өзі түсінікті ғой. Біздің қазақ әдебиеті де әлем әдебиетімен жаңағы жарыса жарқырап көрініп жатқан шығармаларын. Енді айтайын дегеніміз, соның бір сөзі қатты ұнады. Айнұр айтады: меніңше жақсы шығарма ұсынуға еңбектенген қаламгерге танылу өздігінен келеді деген пікір қатты ұнады. Яғни айтайын дегеніміз, сіздің өзіңізді біз берде біліп отырмыз. Ол әрине скромность дейміз ғой.
жаңа танымалдылығымыздың насихаттың кемдігінен бе, біз өзімізде міне қанша жыл болды жазушы болып жүргенімізге, бірақ кітабымызды енді оқып, енді танысып біліп жатырмыз ғой. Соны айтайын деген жаңағы Айнұрдың сөзінің шындығы ғой. Яғни танылу өздігінен келеді. Жақсы жазған шығармасы үшін дегенді айтып тұрғаны ғой. Міне осы ұстанымменен жүрсек жаман болмаймыз деп ойлаймыз әрине. Мынау сіздің де алдағы уақытта шығармаларыңыз, жақсы шығармаларыңыз ондай берсін дейміз. Алтын уақытыңызды бөліп, ешқандай жағдайға қарамастан келіп, бізге сұхбат бергеніңізге көптен көп алғыс айтамыз. Және мынау оқырмандарға шығармаларыңыз арқылы танымалдылығыңыз арта берсін дейміз. Көп рахмет. Құрметті оқырмандар, осымен біз бүгінгі жүрекке қозғайық таным тарасы деген атпенен тақырыппен шыққан сұхбатымызды аяқтаймыз. Бүгін бізде сұхбатта болған белгілі жазушы, журналист, Қазақстан жазушылары одағының мүшесі Бақтыгүл Ауданова. Қош, сау болып тұрыңыздар.